Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын, қуырылмайтын, духовкада дайындалатын котлеттердің рецептімен бөлісемін. Котлеттердің жұмсақ болуының құпиясымен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Котлет дайындау үшін бізге ең алдымен тартылған ет, пияз, картоп, булка нан, сүт және тұз бен бұрыш қажет. Ең алдымен булка нанға сүтті құйып, жібітіп аламыз. Сүтті құйғаннан кейін 15-20 минут шамасында тұрады. Етімізді ыдысқа салып аламыз және пияз бен картопты видеодағыдай турап шығамыз. Қалай турасаңыздар да маңызды емес, ең бастысы бізге блендерден езуге ыңғайлы болу керек. Блендердің көмегімен езіп аламыз. Көп жағдайда котлет жасаған кезде жұмыртқа қосып жатамыз. Егер де котлеттерің жұмсақ болғанын қаласаңыздар, жұмыртқа қоспау керек. Сол кезде котлет жұмсақ болып шығады. Картопты да майдалап турап, блендермен езіп аламыз. Пияз бен картопты қосып болғаннан кейін, енді булка нанды дәл осылай видеодағыдай қолмен езіп шығамыз. Ұнтақтау керек. Артынан қалауларыңыз бойынша татымына қарай тұз, бұрыш қосамыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды видеодағыдай ұрғылау қажет. Сол кезде котлеттеріңіз әдемі бір келка шығатын болады. 5 минут шамасында ұрғылаймыз. Дайын болғаннан кейін керекті мөлшерін алып, котлеттің формасын жасап шығамыз. Дайын болған котлеттерді 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште конвекция режимінде 30 минуттай пісіреміз, ал вверх-вниз режимінде 45 минут шамасында пісіреміз. Дайын болған котлеттерді кез келген гарнирмен ұсына берсеңіздер болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын!